Ассалаумағалейкум, армысыздар санаға сәуленің аса құрметті көрермендері. Алдарыңызда әдеттегідей педагог қоғам белсендісі Жұмабек Әлімханұлы. Бүгін еліміздің білім беру саласының жалпы жағдайына қысқаша тоқтала кетуді жөн көрдік. Онда білім беру саласындағы сақталып отырған негізгі өзекті мәселелер және беті ашылып жатқан былықтар туралы тоқталмақшымыз. Қандай да бір елдің даму көрсеткіші болашағы білім беру саласына салған қаражаты, сапасы соныменен айқындалады. Және сол арқылы ғылым техниканы дамытуы, технokraттық елге айналуыменен әлем көшінің алдына шығатыны анық. Енді тәуелсіздік алған 34 жылдан бері біздің еліміздің білім беру саласының жағдайы қалай болып тұр? Баршамызға белгілі 11 жылдық міндетті оқыту жүйесі бар. Бастауыш 4 сыныптан тұрады. Орта сыныбымыз 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптар болса, 8-ші сыныптан арай жалпы жоғары сыныптар болып саналады, оны білесіздер. Осы 11 жылдық міндетті білім беруде осы уақытқа дейін 34 жылдан бері қаншама министрлер ауысты. Әр ауысқан министр өз реформасын жасайды, өзінше жаңалық қосады дегендей. Оның қолға алып жасаған реформасы толық іске аспай жатып, орнынан ауысады. Оның орнына келген екінші министр, ол да бұрынғы алдында министрдің жасаған реформаларының бәрін жолда күшінен қалдырып, өзінің реформасын іске қосады. Осылай әрқайсысы өз білермендікпенен реформа жасап, біздің еліміздің білім беру саласы реформа жасаудан көз ашпай келе жатқаны баршаларыңызға белгілі. Бір кездер ойбай біз батыстың білім алу жүйесіне көшу керекпіз, белсенді оқыту әдісін кіргіземіз. Мұнда мұғалім тек жетекші болу керек. Мұғалім негіз орында емес, оқушылар, білім алушылар басты орында, басты тұлға саналу керек. Оларды ойната отырып ойландыру керек. Жаңағы тек 45 минут бойы мұғалім екезу көпіріп сабақ сөйлеп түсіндірумен емес, балаларды сөйлете білу керек дейді. Енді ол енді былайынша жақсы, баланы ашу, балаға білім беруде тек қана мұғалім сабақ өтуменен өз білгенін айтып, балаларға тықпылаумен емес, балалардың білім көзін ашу үшін олардың өзін сөйлету, сабақ процесіне қатыстыру деген. Ол жөн, оны келісуге болады. Бірақ ол бізге қалай көшірілді? Оған біздің менталитетіміз сай келе ме? Ұлттық ерекшелігіміз, жалпы жағдайымыз қалай? Бұл бір мәселе. Ұлттық менталитет соған сай болса, жалпы қоғам соған тұтас ата-аналар қауым болып саналы түрде соны қағып алатындай болса, ол реформа өз нәтижесін берер еді. Бірақ өкінішке орай ол реформа өз нәтижесін берген жоқ. Солай реформалар жасалып келе жатыр. Жаңағы мұғалімдерді біліктілігін асыруға сондай курстар ұйымдастырылды. Оны төледі, оған қаншама қаражат бөлінді. Ол қаражаттар қолды болып жатады, жымқырылады. Соншалық бөлінген миллиардтар. Соныменен оның сертификатын алған мұғалім сол бойынша сабақ өту, ол бір мәселе. Оған мектептің базасы болу керек, жалпы толық жабдықталған, цифрландырылған, интернетпенен іркіліксіз 4G ұстайтындай қамтамасыз етілген болу керек. Ол үлкен мәселе. Ауылда тіпті интернет, цифрландыру жүйесі, инфрақұрылымы деген жоқтың қасы. Ескі мектептерде отыр, бәз-баяғыдай база жоқ. Ауыл түгілі қаланың шетіндегі мектептерінде жағдай мәз емес. Онда да сол жаңағы база дегенде, мысалы, ең қарапайым жаратылыстану пәндері, физика, химия, биология, мысалы, зертханалық жұмыс жасауғаның лабораториясы, зертханалары жоқ. Тек көрнекі құрал үшін алынған приборларды жаңағы кішкене бір кабинетке қосалқы салынған бөлмедегі
соны әкеліп көрсетіп балаларға барын сөйтеді. Енді былай екі оқушыдан отырып лабораторияда басқа елдегідей немесе мына Назарбаев зияткерлік мектебіндегідей жағдайлар жоқ. Сондықтан теориялық білімді іс жүзіндікке ұштастыра алмағандықтан балалар сапалы білім ала алмайды. Дамыған елдерде мысалы Жапония, Сингапур, Корея, Финляндия дейді, мысалы Франция, осы Еуропадағы барлығында, Қытайда да бүкіл база жабдықталған, соңғы үлгідегі жалпы соңғы технологияменен толық жабдықталған дейді. Лабораториясының барлығы дайын. Балалар бүгін теориялық мазмұн оқыса, ертеңінде соның практикалық жұмысын зертханада жасайды екен. Екіден отырып, кәдімгі мұғалімнің жетекшілігінде, өздерінің оқыған теориялық білімдерінің негізінде сол қажетті нені құрастырады, сонымен жұмыс жасайды, нақты істейді, нәтижесін алады, кәдімгі соны ғылыми жұмыс ретінде қорғайды. Қандай керемет. Ал ол бізде жоқ. Тек қана Назарбаев зияткерлік мектебінде бар. Басқа мектептерде жоқ. Мінекей, бұл да үлкен мәселе ғой, әрине. Одан кейін білім беру саласында оқулықтардың өзінің сапасын көтермейтін жағдайын ата-аналар да шағымданады. Тағы да басқа қоғам белсенділері, зиялылардың да өзіндік пікірлері көп айтылды. Тарихтың оқылуының өзі жаңа қателіктері бар. Оны тәуелсіз Қазақстанға сай жазылу керек еді. Яғни отарсыздандыру идеясын алға тарту керек. Жалаң сол жаңағы бұрынғы совет кезіндегі жазылған тарихтар негізінде даталар, адаматтар сол оқиғалармен танысу емес, оның мәнімен балалар кәдімгідей нақты шынайы тарихқа тәуелсіз көзбен қарап, тәуелсіз санамен жазылған тарихпен танысу керек дейді. Ол әлі іске асқан жоқ. Сосын жаратылыстану пәндеріндегі оқулықтардың әртүрлі болуы, тіпті бастауыш мектеп балаларында жаңағы оқулықтарының жаратылыстану есептерінің күрделі, логикалық есептер түсініксіз, бала түгілі жаңа үлкен ата-аналары, жаңағы оқыған адамдардың өзі оған жауап бере алмайтындығы туралы көп айтылды. Мінекей енді масқара. Оқулықты жүйеге келтіре алмау деген ұят нәрсе. Сосын аудармасы жаңағы енді орыс тілінен аударылып отыр ғой, өлі түрде аударылған. Қазақы тілге жаңағындай тігісі жатқызылып, қазақы тіл ерекше, грамматикалық ерекшелігіне сай аударылмаған дейді. Ол жағынан да мәселе бар әрине. Мінекей, айта берсек әңгіме көп. Одан кейін ең қиыны мынау енді білім беру жүйесіндегі жемқорлық жеңушімен жалғасқан. Жаңа қаптаған қалың реформаның барлығы сол қаражатты сондай реформалармен атауымен алып шығып, қолдан қолға желге ұшып, қалталарға түсіп кететіндігі өкінішті. Енді оған ашылып жатқан мына делеуларды білесіздер. Осы мынау Талдықорғанда бір білім беру жаңағы білім беру мекемесі жалпы мына район дейді ғой, білім басқармасы. Соның басшыларымен есепшілерінің жеңушімен жалғасып қанша миллиард ақшаны жымқырды. Ол қайсы жылы ұсталды, машинамен кетіп бара жатқанда оның багажынан сөмке ақшалары суырып алды, олар тұтқындалды, жауапқа тартылды. Қаншама жылдар істеп келе жатыр қолды болған. Енді мынау міне Алматы облысының Іле ауданында қайсы жылы білім басқармасындағы бұлақтауында білесіздер, қаншама қаражат қымқырылды. Білім басқармасының бастығы бар, тағы қоластындағы есепшілері бар, бәрі қаншама қаражат жымқырды мынау. Сұмдық. Ал енді жақында ғана Түркістан облысында жаңа аудандық білім басқармасы 3 миллиард 700 миллион теңгені қолды қылып, олардың соты ашылып, алды 10 жылға, арты 7 жылға сотталып жатыр. Ал енді олардың туыстары оған келіспей апелляциялық шағым сүреміз, ондай болған жоқ дейді. Міне қараңызшы енді.
соны жеген адамдардың туыстарының өзі ақтап шаң жуытпай наразы болып отыр. Енді көрдіңіздер ме? Енді осындай ақша қаражаттар желге ұшып жатса, біздің мектебіміздің білім беру саласына бөлінген. Онда ол қалай көркейеді, жаңағы инфрақұрылымы қалай жақсарады. Тіпті 3 ауысымды мектепте бар кей жерлерде ескі іргесі тұрған, құлағы шаққап тұрған апатты жағдайдағы мектептер бар. Ал енді жалпы мектепті өздері 2 ауысыммен жүретін білесіздер. Тіпті 2 ауысымның өзі дұрыс емес. Шетелдегі мектептердің бәрі 1 ауысыммен жасалып отыр. Тіпті 1,5 миллиард халқы бар Қытай 1 ауысым мектеппен оқитынын білесіздер. Бәріне жеткілікті мектеп. Жатақ жеткілікті. Ол жағында мәселе жоқ. Міне. Ал енді біздің жоғары оқу орындарында жатақхана жетіспейді, оны білесіздер. Ескі жатақхана жаңартып салынып жатқаны жоқ. Салынса да сапасын көтермейді. Одан кейін база, қазақ тілді база жоқ. Университетте мысалы бакалавриаттан бастап оқығанда қазақ тілді оқулық жоқ. Бәрі негізі кітапханада орыс тілді бұрынғы советтің кезіндегі оқулықтарды, ескі оқулықтарды пайдаланып жатыр. Магистратурасына, докторантурасына тіпті солай қазақ тілді таппайсың, тек қана орыс тілді. Енді осының бәрін 30 неше жылдан бері жаңартып жасауға болар еді ғой. Ғылым білім жаңадан тіпті осындай тез дамып, жылына неше жаңа оқулықтар том-том шығып жатыр, әлі совет кезіндегі ескі оқулықтарды пайдаланып, ескі материалдарменен оқып жүру деген масқара ғой енді. Ал одан кейін жоғары оқу орындарында сапасы көңіл көншітпейді. Одан оқып шыққан мамандарымыздың да белгілі, тіпті магистратура бітіріп келіп мектепке мұғалім болғанда конкурс қой қазіргі кезде енді. Еңбекке жетпен келеді, нобудымен келеді, келгесін оны сол вакансияға таласып тұрған ондаған адам маман ретінде жаңағы емтихан алынса, соған жаңа ғана магистратура бітірген жоғары мықты университеттің маманы келіп тұрып, соны тапсыра алмай, мектеп оқулығының есептерін шығара алмай, сол сынақтан өтпей сүрініп жатыр енді. Бұл қалай түсінеміз, дипломды қалай алып отыр, тіпті қызыл дипломмен бітіргендер де солай. Не сұраймыз енді? Бұл да сапасыздық, тек қана жеңішумен жалғасу, жаңағы сый-сияпатын бере жүріп, ағайлап, апайлап жүріп, алдын орап, алып кету ғой. Ондай болмау керек қой. Ал енді дамыған елдер білім беру саласына 5-7% арасында жалпы мемлекеттің ішкі өнімінің жылда осылай бөледі екен. Енді бізде құдайға шүкір, 2025 жылдан бастап жалпы ішкі өнімнің 7%-ын бөліпті. Бұл деген енді жоғары дамыған елдердің қатарына жеткендік, ол жақсы. Енді сол бөлінген қаражат деген орынға толық жетіп жатыр ма деген заңды сұрақ туады. Әрине ол 100% өз орнына жұмсалып жатқан жоқ екені белгілі. Оған жаңағы жоғарыда айтып өткен былықтарымыз жеңішумен жалғасқан парақорлық кесірін тигізуде. Әйтпесе сол 7% қаражат дегенің біздің қаншама мектептің мәселесін шешеді. Қаншама жаңа жақсы оқулықтар дайындалады, жақсы база қалыптасады. Ауыл аймақтың мектептері қаншама көркейеді мінекей. Ауыл аймақтың мектептерінің жағдайының жақсармауынан сапалы жақсы қаладан оқытайын баламды деп ауылдан тастап көшіп кетіп жатыр. Ол да бір себеп, сонымен біздің қаншама ауылдарымыз жабылып қалуда. Әрине өкінішке орай, сонымен келген ішкі көші-қонның арқылы ауыл аймақтан келген халық қаланың халқының санын көбейтіп, сонымен мектеп мәселесі, балабақша мәселесі қаладағы ең өзекті мәселенің бірі екенін білесіздер. Мінекей енді сонымен енді біз санға емес сапаға жұмыс жасау керек еді. Енді балаларды бағалауда да көбінде мына бағадан түсіп кетпеу керек. Ол алтын белгімен бітіретін бала деп, оны іс жүзіндік реальный бағасы емес, жаңағы жағдайына қарап, байланысына, ата-анасының байланысына қарай бағалар қойылып кетеді енді. Мұғалімдер солай қоюға мәжбүрлейді, ол белгілі. Оны енді менің қалың әріптестерім өзі біледі. Шынайы баға қойып болмайды. Енді нашар болып 2 қойып тастаса, ол неге 2 болады? Демек, оқи алмайтын бала жоқ, оқыта алмайтын мұғалім бар деген. 2 болу ол сабақ өте алмағандығыңыздың, білім бере алмағандығыңыздың көрсеткіші. Сондықтан баламен өзіңіз бөлек жұмыс жасау керек, соған ештеңе төленбейді деп
сол мұғалімнің өзіне жауапты қылып қояды. Содан қайтадан сол баламен жеке дара жұмыс жасауға, сондай бір проблема тауып әурешілікте қалуға кімнің құлқы болсын? Сонымен мұғалімдердің барлығы ең нашар оқиды деген 3-пен, арай 4-5-мен жібере береді мінекей. Оны да балалар біліп алған әйтеуір. Тіпті түк оқымайтын баланың өзі бәрібір маған үшін қояды, жібереді. Сыныптан сыныпқа көшпей қалу деген болмайды. Неден қорқам дейді? Жаңағы шімірікпей, жаңағы өз білгенше жүре береді ол. Көрдің ба? Мінекей, осыдан ақ біз не істейміз? Мұғалімдердің мәртебесі дейді, бір кездер енді айлығын біраз көтерді, оны білесіздер, бірақ бәрібір де зат бағасы көтеріліп, сол бұрынғы жартас, баяғы жартас, сол жартас болып жатыр. Мәртебесін көтеріліп кеткен ештеңе жоқ. Заңда айтып белгілеп анау мұғалімдерге тіл тигізген, мұғалімдердің ар-намысына тисе, мынандай ата-анасы штраф салынады деп жатыр енді. Онымен шешілмейді ғой мәселе. Бұрынғыдан мұғалімдердің мәртебесі жақсы көтерілген, дамыған елдерден мұғалімдерді өте неден өткізіп, кәдімгі талап жоғары, өте мықты оқыған университеттен, білім көрсеткішіне сай, конкурстан жеңу керек, одан кейін олардың білімін үздіксіз жаңартып, жаңағы сертификаттарды түрлі курстық сатып алмайды екен, оны оқып алады екен, оған оны бөледі екен, оқуына жібереді. Оны ол сапалы түрде оқып келген мұғалім сапалы білім береді. Мұғалімдердің құрметі ерекше, халықтың сана сәуиясы өте жоғары, өйткені халықтың әл-ауқаты да жақсы. Демократиялы ел, негативті көзқарас жоқ, кредитке байланып біздегідей қиналып тапқан тамағына жеткізе алмай жүрген жағдай жоқ. Яғни қарны тоқ, киімі көк болғаннан кейін бала тәрбиесімен де жақсы айналысады. Сапалы білім беруге барлық шарт жағдай әзірленеді. Әркімнің көңіл күйі тыныш, талпыныс жақсы. Мұғалімдердің мәртебесі жоғары, өзінен өзі мұғалімдер құрметтеледі. Ал енді халық ашарық, кедей, жағдай төмен, жетіспей жатса, мына жақта мұғалімнің де жаңегіндей айлығы айына жетпей жүрсе, қалай ол сапалы білім беріп, қалай оны бірден көтеріп кетеді, және мұғалім қалай өзінен құрметтеліп қалады. Ол құрметтелу іс жүзінде тұтас халықтың әл-ауқатына байланысты. Мұғалімнің жеке жағдайына ғана емес, халықтың тұтас әл-ауқатына байланысты. Халықтың әл-ауқаты жақсы болғанда солай. Мынау айтады ғой, Совет одағы кезінде жақсы еді. Мұғалімдер құрметтелетін, кесіп өтпейтін, мұғалімнің сөзін жерге тастамайтын деп. Енді ол кезде халықтың жағдайын жалпы бір деңгейде ұстады. Мұндай бүгінгідей қиналып, кредитке байланып, әділеттік теңсіздіктер бір өршіп, ондай болған жоқ қой енді. Сонымен тұрмыс тоқ, басқа үлкен уайым қайғы жоқ болып, жаңағы оқу, білімге, басқа істерге, өзінің жұмысына, кәсібіне толық зейін қойды. Сонымен ғана айналысты. Сонымен барлық сала дамыды ғой енді ол кезде де, көрдіңіздер ме? Содан кейін де көптеген адамдардың бұрынғы Совет одағын аңсайтыны, армандайтыны, сағынатыны содан оны да түсінуге болады. Иә, құрметті көрермендер, оқырмандар, білім беру саласындағы жағдайлар осылай. Ал енді пицца дейді, мынау пицца көрсеткіші бойынша, яғни оқушылардың білім деңгейін анықтау халықаралық тест бойынша 81 елдің ішінде Қазақстан 51-ші орында тұр екен. Қараңыз, төмен орындамыз. Әлемдегі 81 елдің ішінде 51-ші орындамыз. Енді әлі де көп жұмыс жасалу керек. Ол үшін тап білім саласына жемқорлық болмау керек. Білім саласында жемқорлық деген сөз, ол өзі отырған бұтағыңды өзің кесумен бірдей сомдық қылмыс. Өз тамырың өзің балта шау деген сөз. Өзің бесігіңде тұншықтыру деген сөз. Деген сұмдық. Ел болам десең бесігіңді түзе дейді ғой. Біз бесігімізді түзеп жатқан жоқ, біз күзеп жатырмыз. Тап осы білім беру саласынан ақша табу деген не масқара. Басқа саланы былай қоя тұрайықшы. Мынаған қиянат қылу, енді сәбидің қақысына қол сұғу ғой. Өзіміздің болашағымызды өзіміз қолымызбенен құртып жатырмыз.
Бұдан өткен қылмыс болмас енді, Құдай сақтасын енді. Осы білім беру саласындағы жемқорлықты кешірмеу керек негізі. Қатаң жаза осыларға қолдану керек. Өйткені бұлар болашақ тұрлап жатыр. Болашақ ұрпағымыздың жақсы алаңсыз білім алуын қол соғып жатыр. Ал енді әр мектептің жағдайы әртүрлі. Ауылды мектептерде, одан кейін қала шетіндегі облысқа қарайтын мектептерде ол пәресіз жұмысқа кіре алмайды екен. Анық, оны талай әріптестерден естіп жүрміз. Миллион жарымға дейін пәре береді мұғалім болу үшін. Соны алады, ал пәре бермесе алынбайды. Ал одан кейін сағат саны, мынау жылда бізде бір ставка сағатпен айлық төмен болып қалады, бір жарым ставка алса 24 сағатпен, одан да көбірек жүргісі келеді. Ондай бір жарым ставка алу үшін сол бұрыннан істеп отырған мұғалімдер 100 мың теңгеден тікелей ақша алады екен, қолма-қол. Сонда ғана оған 24 сағаттан жоғары сағат береді екен. Ал ондай болмаса, ақша бермесе болды, ол бір ставкасымен қалады. 10 жыл, 20 жыл істеп жүрген мұғалім болса да. Қараңыз, не деген масқара мұны. Сатып отыр осыны директорлар, қалтаға басып отыр. Мектепке де көптеген бір жылда оның енді барлық мектептің ремонтына, қажетті жабдықтарына және тіпті дәретхана қағазына дейін, сабыны дейміз, жуып тазалайтын, бәріне қыруар ақша бөлінеді екен. Сол ақшалар жетпейді. Бәрібірден мұғалімдерге соңында каникул кезінде ремонт жасататын мектептер көп, әлі күнге дейін ақшасын беру керек. Қараңыз. Жеп отырған наныңыз деп айтады. Нан ақша беріп кабинет жасатыңыз, енді әйтпесе жеп отырған наныңыздан айырыласыз деген әңгіме ғой. Қараңызшы. Қандай мәжбүрлеу бұны енді. Осындай сұмдықтар көп қой, сонда қайтып ол мұғалім мәртебесі көтеріледі. Жаңағындай сағат бергеннің өзіне санап ақша алып отырса, жұмысқа кіру деген анау. Не болды сонда? Қалай ел боламыз мына түрімізбен? Я, құрметті оқырмандар, айта берсек әңгіме көп. Енді сіздер қандай ұсыныс пікірлер жазасыздар, сіздер қандай кемшіліктерді байқап жүрсіздер, соны комментарийға жаза кетіңіздер, міндетті түрде мен оқитын боламын. Ол да болса, енді біз осыған атсалысайық әйтеуір. Азаматтық қоғам қалыптастыру керек деп жатыр ғой. Енді оған әр азамат өзінің үнін қату керек, пікірін білдіру керек, көріп тұрған кемшіліктерді, олқылықтарды, былықтарды болса бетін ашу керек, біз айтып жеткізу керек, біз әлеуметтік желі болса да тарата берейік. Осыған үн қатайық енді. Көп қорқытады, терең батырады деген енді барлығымыз атсалысып үн қата берсек, ары қарай енді айтылған пікір көбейген сайын онымен де санасатын шығар енді. Халықтың жалпы көбі осындай пікірге табанды болып, көзқарасымызды ашық білдіріп, өзіміздің заңдық құқығымызды қорғай білсек, жақсы емес пе? Иә, құрметті оқырмандар, барынша бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар. Еліміздің білім беру жүйесі жақсармайынша елдің болашағы жақсармайтыны белгілі. Технократ елге айналу үшін білім беру саласын барынша дамыту керек, және ол қатаң қадағалану астында ешқандай коррупцияға жол берілмей жалғасу керек. Сосын мына мектеп директорлары бір мектеп 10-15 жылдап тіпті отыра береді. Ол сол мектептің президентін айналып алған өзі біледі. Содан кейін де жаңағы парақорлық жеңішімен жалғасып, жаңағы мамандарды жұмысқа алғанда сондай ақша алу, талап ету деген, сағат бөлгенде де соны талап ету. Осы олар бірден кетіп қалмайды, ешкім қозғай қоймайды. Қозғаса да бір мектептен енді бір мектепке ауысып кетеді. Ол енді президенттен тартып отырып жатыр ғой. Мына президент енді 7 жыл ғана отырамын, содан кетемін деп отыр. Иә, заңға солай өзгеріс енгізіп қойды, енді айтқан сөзінде тұрса 2029 орнын босатпақшы. Ал енді мектеп директорлары дегенің 10-15 жылдап 20 жылдап отырады екен. Қалай түсінеміз сонда? Ол енді расында диктаторға айналып кетеді өлі. Президентін айналады мектептің. Өз біледі. Міне. Сондықтан директорлар 5 жылдан артық болмау керек. Негізі ондан жұмыс істей аламын, айналмай ма? Өзінің коллегасымен қалай тіл табысады, оның бәрі бақылау астында болу керек. Керек болса мектеп директорын білім басқармасы тағайындап емес, оны сайлау керек қой. Мектептегі мықты басшылыққа ұйымдастыру қабілеті бар. Сондай маманды тіпті шетелден оқып келген
шетелдің жаңа озық тәжірибесін алып келген мамандарды тағайындау керек деп есептеймін енді. Сіздер қалай қарайсыздар? Жақсы, аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.